Жолдағы қабылдау бөлімі Қарағандыда осындай атаумен акция өтті. Онда қарағандылықтар полициядан кеңес алды, өз өтініштерін білдірді. Жыл басынан бері осындай 6 шара ұйымдастырылып, басты мақсат жүргізушілердің сауаттылығын арттыру. Жолдағы қабылдау бөлімінде тек жол полицейі ғана емес, криминалды полицейлерге де сауал қоюға болады. Жалпы бұл жерге келген азаматтардың басым бөлігі автокөліктерді қайтадан тіркеу, сондай-ақ переоборудование дейміз, қайта жабдықтау мәселелері бойынша, сонымен қатар көліктердің тіркеу мәселесі, айыппұлдары бойынша әртүрлі сұрақтармен бізге полицияға жүгінеді. Тәртіп сақшыларынан басқа акцияға қоғамдық бірлестіктердің өкілдері де қатысты. Олар қарағандылықтарға жол қозғалыс ережелерін сақтаудың маңызын түсіндірді. Бүгін біз Қарағанды облысының 2-ді акциясына қатысып жатырмыз. Біз қазіргі жалпы бұзушылық, жол қозғалысы ережелерін сақтау, жол қауіпсіздігі мәселелерін бірлесіп өңдеудеміз. Мен автокөлік айыппұлдары мәселе қызықтырды. Полиция қызметкерлері маған жауап берді. Ресейлік нөмірлік көліктерде де айыппұл тіркелетінін айтты. Полиция қызметкерлеріне сауалыңыз болса, 8775-617-96-18 телефон нөміріне хабарласа аласыз. Ерік Нарын, Олжас Ғаббас, Құрмет Иман Мусин, Сарыарқа телеарнасы.